Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сүзбеден жасалған тәттілер әзірлейтін боламыз. Келесі рецептерді менің каналымнан жіберіп алмас үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бұл тәттілерді әзірлеу үшін бізге жұмыртқа, қант, сүзбе, қопсытқыш, ұн болса жеткілікті. Достар, тереңдеу ыдысқа 2 жұмыртқаны салып, 5-6 ас қасық көлемінде қантты салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Қант жақсылап ерігенше миксерлесеңіз жеткілікті. Келесі кезекте массамызға сүзбені салып, тағы да миксерлеп аламыз. Достар, сіздер де осындай дәмді әрі тез дайындалатын сүзбелі тәттілерді дайындап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Келесі кезекте біз массамызға ұнды қосамыз. Ең алдымен ұнымызға 1 шай қасық қопсытқышты салып, ұнымызды електен өткізе отырып саламыз. Ұнды бірнеше бөліктерге бөле отырып салған дұрыс. Мен осы ұнды 3 бөлікке бөліп салдым. Ұнның мөлшері 300 граммдай. Келесіде жаңадан шығатын рецептерді менің каналымнан бірінші болып көру үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Достар, мінекей қарапайым ғана үйдегі бар заттардан біздің жасайтын тәттілеріміздің массасы дайын. Келесі кезекте осындай сұйық майды алып, шариктерді қазір біз тіземіз, сол үшін ыдысымызды майлап аламыз және қолымызды майлап тұрамыз. Әр шарикті жасаған кезде қолымыз майлы болып тұруы керек. Алдын ала осылай шариктерді жасап аламыз. Достар, бұл тәттілерді қонақтарға ұсынсаңыздар да өте керемет болады. Мен өзім көбіне балаларға жасап беріп отырамын. Өте дәмді, шайға өте керемет. Және жасалуы да өте оңай. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Бір жасағаннан кейін қайта-қайта жасағыларыңыз келіп тұратынына сенімдімін. Достар, мінекей біздің сүзбеден жасаған тәттілеріміз дайын. Әрі қарай қызып тұрған майда пісіріп аламыз. Майымыз міндетті түрде қатты қызып тұру керек. Майды қатты қыздырып алғаннан кейін астын өте ақырын отқа қойып қоямыз. Екі жағын кезектестіре отырып пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады, достар. Достар, осылай видеода көрсетілгендей етіп, екі жағын кезектестіре отырып пісіріп аламыз. Оттың ақырын болуы маңызды. Себебі от қатты болып кетсе, біздің сүзбелі тәттілеріміздің арасы шикі қамыр болып қалуы мүмкін. Сол себептен де газдың оты өте ақырында тұруын қадағалаңыздар. Достар, бұл тәттілер өте тез арада дайын болады. Сіздер де жасап көріңіздер, міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі рецептерді менің каналымнан жіберіп алмас үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сүзбелі тәттілерімізді пісіріп алғаннан кейін, мінекей бетіне осылай қант ұнтағымен әсемдесеңіздер болады. Егер қант ұнтағы жоқ болса, оны қолданбасаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Аз ғана уақыттың ішінде міне сіздермен осындай сүзбелі тәттілер дайындадым. Арасы өте жұмсақ, дәмді, өте керемет. Достар, сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Шайға енді өте керемет, өтімді тәттілердің бірі.